Қайырлы күн әріптестер, бүгін біз сіздермен 5-ші модульді қозғайтын боламыз. 5-ші модуль мәтінмен жұмыс істеу тәсілдері. Жалпы оқудың 3 фазасы бар. Оқу ол өте күрделі, көп қырлы процесс. Ол маңызды танымдық және коммуникативтік міндеттерді, яғни түсіну, оның ішінде жалпы толық сыни түсінуді, нақты ақпаратты табу, мазмұнды түсіндіру және тағы басқа шешуді білдіреді. Оқу іс-әрекет ретінде қабылдау, тану, түсіну, ұғыну, рефлексия тағы. Сол сияқты механизмдерді анықтайды. Оқу процесі жаңа біз айтқанда 3 фазадан тұрады. Бірінші фаза мәтінді талқылау, мән мағынасын, мазмұнын ашу. Екінші фаза мәтінге баға беру, мәтіннен мағынаны тану. Үшінші фаза мәтіннен алынған білімді меңгеру, өз мағынасын құру. Енді осылар талдайтын болса, мәтін талқылау кезінде мәтінмен бірінші танысу керек, екінші сөздердің мәнін ұғыну керек, үшінші сәйкестікті орнату керек, төртінші фактілерді табу керек және рөлдерді анықтау, оның мазмұнын білуді талдайды. Екінші фазада мәтінге баға беру кезінде біріншіден оның мәтін мазмұнында сюжетті немесе тағы басқаны реттеу, екінші түсіндіру, үшінші салыстыру, төртінші талдау, жалпылау, бесінші өз тәжірибесімен бөлісу, алтыншы мәтін туралы жоғары ойлау. Мәтінмен жұмыс кезіндегі үшінші фаза ол гипотезаны ұсыну, болжамдарды айту, пайымдауларды тұжырымдау, модельдеу және жалпылау, өмірде оқуда кездесетін тұжырымдармен салыстыру. Міне бұл жұмыс істеудің тәсілдері. Жалпы оқу кезінде біз неге оқуымыз керек, нені оқуымыз керек, қалай оқу керек деген сұрақтарға жауап беру үшін мына топтарға қарайық. Бірінші, оқудың түрлері бірнеше топқа бөлінеді. Психикалық процестердің қатысуы бойынша, екінші мақсаттар бойынша, ақпаратты түсіну дәрежесі бойынша, себептер бойынша, жылдамдық бойынша. Яғни біз оқыған кезде осы түрлердің біреуін қолданады екенбіз. Жеке-жеке талдайтын болсақ, психикалық үрдістердің қатысу бойынша оқу түрлері ол біріншіден бірнеше түрге бөлінеді. Тиімді оқу түрлері болжамды немесе таныстыру, қарау немесе іздеу, яғни сканерлеу, аналитикалық. Міне осы түрлер ол тиімді оқу түрлеріне жатады. Яғни психикалық үрдістің қатысу бойынша оқу. Екінші, мақсаттар бойынша оқу. Функционалдық оқу болады, эстетикалық оқу болады. Функционалдық оқу нақты есепті шешу немесе белгілі бір тапсырманы орындау үшін ақпаратты іздеу мақсатында оқу. Ақпаратты сканерлеу және аналитикалық оқу үшін қолданылады. Мұндай оқу кезінде сканерлеу және аналитикалық оқу тәсілдері қолданылады. Эстетикалық оқу көркем мәтінді терең түсінуді және уайымдауды көздейді. Мұндай оқу кезінде аналитикалық оқу тәсілдері қолданылады. Келесі мәтіннің түрі, оқу түрі, ақпаратты түсіну дәрежесі бойынша оқу. Ол репродуктивті оқу болып табылады. Бұл оқудың жалпы мағынасы қабылданған алғашқы кезеңі, яғни оқыған кездегі қабылданған мәтіннің құрылымы. Төртінші, шығармашылық оқу. Бұл оқудың екінші және үшінші фазасы, яғни онда басты роль интерпретация, бағалау және рефлексия беріледі. Себептер бойынша оқу түрлері. Бос уақытында оқу, яғни ол демалумен, ойын-сауықпен байланысты. Мұндай оқу еркі және жады іс жүзінде қатыспайды. Іскерлік оқу, оқушының оқу қызметімен байланысты, яғни оқуды сабақ кезіндегі пайдаланылатын оқу түрі. Бесінші, жылдамдық бойынша оқу түрлері, жылдам оқу, баяу оқу бөлінеді. Жылдам оқу қарау, яғни керекті нәрсені жылдам оқиды. Баяу оқу ол зерттеу және есте сақтау мақсатында аналитикалық оқу. Оқу жылдамдығы бір мәтін ішінде өзгереді, ол оқу мақсатының мазмұнына байланысты. Яғни бір мәтінді оқу барысында оқушы іскерлік оқуды да, баяу оқуды да, бос уақытында немесе тағы басқа түрлерін қолдана алады. Жалпы мәтінде кездесетін ақпараттың түрлері, лингвистердің мәтінде ақпараттың үш түрі анықтайды. Ол нақты, фактіленген, фактімен берілген, тұжырымдамалық, ойдың қорытындысы түрінде және мәтіндік. Нақты және тұжырымдамалық мәтіннің түрлерін ол біз кез келген мәтіннен ала аламыз. Ал мәтіннің көркемдік айшықтау тәсілдері көркем әдеби мәтінде беріледі. Мәтіндерге сұрақтар мен тапсырмаларды қалай құрастыруға болады?
оқу дағдыларын дамытуға және тексеруге мүмкіндік беретін әртүрлі тапсырмалар бар. Дамытылатын және құзыреттілікке сәйкес тапсырмалардың кейбір түрлерінің тізімін келтірейік. Мысалы, бұл жаңа тізімдерді барлығы біз оқу сауаттылығының авторлық курсының мәтінді түсіну деңгейі деген кестеден, яғни 3-ші модульді қарай аласыз. Көпше таңдау тапсырмалары, яғни көп таңдаулардың тапсырмалары. Ол жерде қандай тапсырмаларды ұсынуға болады? Біріншіден, ұсынылған нұсқалардан дұрыс жауап таңдау, мәтіннің мазмұнына сәйкес келетін немесе сәйкес келмейтін, мәтінге қатысы жоқ, тағы басқа бөлімдердің нұсқаларын анықтайды. Үшінші, мәтін мазмұнына қатысты ақпараттың шынайылығын немесе жалған болуын анықтау. Яғни бұл таңдау тапсырмалары. Салыстыру тапсырмаларына қандай тапсырмаларды құрастыруға болады? Сұрақтардың, атаулардың, бөлімдердің, жоспар тармақтарының, суреттердің, белгілердің, кестелердің, диаграммалардың және мәтіннің бөліктерінің, қысқа мәтіндердің арасындағы сәйкестікті табу. Мәтіннің мазмұнына сәйкес сөздерді, сөз тіркестерді, сөйлемдерді табу. Үшінші, суреттер мен кестелерді және тағы басқалар табу. Сөздердің, яғни өрнектердің, мәліметтерінің мәтіннен антонимдерін, синонимдерін табу. Мақсат мен нақты мазмұн байланысты сұрақтарды 3 негізгі топқа бөлуге болады. Ол ақпаратты іздеу және мақсатты алу, мәтін мазмұнын жалпылау және түсіндіру, мәтіннің мазмұны мен нысанын бағалау, яғни рефлексия. Ақпаратты іздеу және мақсатты алу, мәтінді жалпы түсіну және ақпаратты анықтау бөлімінде нақты материал табу негізінен сұрақтар кім, не, қайда, қашан, не істеді деген сұрақтар қоюға болады. Тақырыпты анықтау деген тапсырма қоюға болады, немесе мәтінде анық көрсетілген ақпаратты анықта. Ал мәтін мазмұнын жалпылау және түсіндіру бөлімінде мынандай тапсырмалар беруге болады. Берілген ақпаратты мәтіннен табу, белгілі бір ойды бейнелейтін деректер мәтіннен табу, өз көзқарасыңызды растау үшін мәтіннен ақпаратты пайдалану, мәтін бөліктері немесе екі мәтін арасында мағыналық байланыстарды орнату, мәтіннің негізгі ойын анықтау, мәтіннің жалпы идеясы мен нақты бөлшекті салыстыру, мәтін авторының ниетін анықтау, мәтін атауын түсіндіру, мәтінде ұсынылған ақпарат талдау негізінде тұжырымдау. Яғни бұл тапсырмалар мәтіннің мазмұнын жалпылау үшін және түсіндіру үшін қолдануға болады. Ал мәтіннің мазмұны мен нысанын бағалау, сол мәтінге рефлексия жасау үшін мынандай тапсырмаларды қолдануыңызға болады. Мәтін мазмұнын өз пікірмен салыстыру, мәтін ақпаратын өз тәжірибесімен ара қатынасын ашу, мәтін кейіпкерлерінің іс-әрекеттерін бағалау, бұрын белгілі ақпарат және мәтіннен алынған мәліметтер негізінде өз көзқарасын негіздеу, мәтіндегі тұжырымдарды бағалау, өз білімін және құндылықтар жүйесін ескере отырып, мақсатын, иллюстрациялардың ролін білу, мәтін кейіпкерлерінің мінез-құлқын, оқиғалар реттілігін болжау, ақпаратқа сүйене отырып мәтіннен тыс оқиғаларды алдын ала болжау, жанр мен мәтін мәнерін анықтау, сөйлеу түрін анықтау, көркем мәнерлер құралдарын табу және олардың функцияларын анықтау. Жалпы әр модульдің мазмұнын түсіну үшін сол модульге қатысты тапсырмаларды орындауыңызды сұраймын. Мысалы, сайтта оқу сауаттылығы авторлық курсында мәтіннің қағаз нұсқасы мен тапсырмасы берілген. Сіз тапсырманы орындау арқылы сол тақырыпты жақсы түсінетін боласыз. Сәттілік тілеймін, әріптес.